Сәлеметсіздер ме, құрметті ағайын? Сәлеметсіздер ме менің каналымның қонақтары және менің азғантай подписчиктерім? Мінекей мен опа түсті көйлекті тоқып бітірдім. Әуел баста бұл көйлекті мен сіңіліме арнап тоқыған болатын. Бүгін оның туған күні 9 май. Енді 20 шақты күн тоқыдым. Инемен құтып қазғандай дүние ғой енді тоқыма деген. Соны аяқтап, түнде жуып, бүгін кептіріп, дайындап қойдым. Карантин біткеннен кейін тапсырып, құттықтап туған күнімен. Енді сөйтіп өзінің иесіне табыстаймын. Басында күнделік қып түсіремін деп айтқаннан кейін сіздерге күнделікті аяғына дейін түсіріп, нәтижесін сіздерге ұсынып отырмын. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар, сау болыңыздар, үйде болыңыздар. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Менің каналыма жазылыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Комментарий жазыңыздар. Алып қосарларыңыз болса жазыңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Бірге тоқыма тоқиық. Менен де әдемі тоқыңыздар. Мүмкін енді менің де білмейтінім көп шығар. Сіздерден мен үйренейін, білгенімді мен айтайын. Осындай опа түсті әдемі көйлек болып шықты. Өзіме ұнады. Менімен бірге болыңыздар. Әлі жаңалықтармен сіздермен әрқашанда бөлісемін.